Қосымша білім балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық мотивациясын дамытып, кәсіп таңдау, салауатты өмір салтын ұстану, жалпы бос уақытты мазмұнды өткізуге бағыттайды. Димаш Құдайберген, Илья Ильин, Мария Мудряк, Бисенгалиев сияқты керемет біздің елімізді әлемге танытып жүрген азаматтарымыз қосымша білім беру ұйымдарынан шыққан. Кішкентайынан музыка мектебіне барып, музыкамен айналысып, спорт мектептеріне барып, спортпен айналысып, кішкентайынан өздеріне осындай кәсіби бағдар алған балалар. Балаларға арналған республикалық іс-шаралар, конференциялар мен педагогтардың біліктілігін арттыру курстарын өткізу арқылы қосымша білім сапасын арттыру республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының басты міндеттерінің бірі. Біздің республикалық қосымша білім беру орталығы білім және ғылым министрлігіне бағынысты мекеме. Біздің мекемеміздің ең басты мақсаты балаларға қосымша білім беру ұйымдарын бағдарламалармен, оқу-әдістемелік құралдармен ақпараттық қамтамасыз ету. Орталықтың мәліметіне сүйенсек, республикадағы барлығы 3.050.770 оқушының 77,6% қосымша білім алу мүмкіндігіне ие. Ал мектептен тыс ұйымдар саны 1287-ні құрап отыр. Оның 85-і білім беру жүйесінде болса, 437-сі мәдениет және спорт жүйесінде. Жалпы білім беретін мектептердегі үйірме түрлері 62.067 болса, мектептердегі спорт секциялары балалардың 33,9%-ын қамтып отыр. Балаларға қосымша білім беру саласында 6 тұрақты бағыт бар. Сол бағыт бойынша біз көп жылдан бері жұмыс жасап келеміз. Білім беру ұйымдары да бар. Мысалы, көркем эстетикалық бағыт, музыкалық бағыт, техникалық бағыт, ғылыми техникалық бағыт. Туристік экологиялық бағыт, әлеуметтік педагогикалық бағыт, әлеуметтік педагогикалық бағыттың ішінде әскери патриоттық бағыт бар. Сол әр бағыттың өзінің іштерінде тағы да көп салалары бар. 8 жастар Нұризат өз уақытын тиімді пайдалануды меңгерген. Балабақшадан түрлі үйірмелерге қатысып үлгерген ол бүгінде оқуда озат. Байқаулар мен жарыстардағы жеңістері де қосымша білім алудың нәтижесі дейді. Тіпті болашақта қай мамандық иесі болатынын да шешіп қойған. Ата-анам мені білімді болу үшін және өнерлі әрі ақылды болу үшін әртүрлі үйірмелерге мені апарып жүр. Мен өскенде дизайнер болғым келеді, сондықтан мен өнерпаз болып үйреніп жүрмін. Қосымша білім беру бағыттарының ішінде балалардың дені көркем эстетикалық бағытты таңдайтын көрінеді. Мәселен, республика балаларының 375.000-ға жуығы осы бағытта білім алуда. Жалпы еліміз бойынша қосымша білім берудің даму қарқыны да күшті. Мәселен, 90-шы жылдары 11%-дай болса, 2018 жылы бұл көрсеткіш 31,1%-ды құрайды. Қыздарымды қазір әртүрлі үйірмелерге беріп жүрмін ғой. Сол кезде есім аламда қазір үлкен ұлым 11-ші сыныпта оқиды. Соны 5 жасынан бастап әртүрлі үйірмелерге берсем деп талпынып соны іздейтінмін. Сол кезде оқушылар сарайынан табатынбыз барлық үйірмелерді. Қайсы қаласа қазір талдау көп ата-аналарға. Сол мені қуантады. Қосымша білім беру қызметінің басты ерекшелігі бала бойындағы қабілеттер мен мүмкіндіктердің жан-жақты ашылуына жағдай жасау. Қосымша білім беру мен оның негізгі субъектісі мектептен тыс ұйымдардың қызмет сапасын арттыру еліміздің білім беру ісіндегі басты бағыттардың бірі.